Армысыздар, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналым Қыр баласы, атым Жазира. Стамбулдан барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бұйырса мен анамның, яғни екінші анамның, енемнің 40 жылдық сандығын бірге қарайтын боламыз. Видеоның басы өшіп кеткен екен, қазір қайта үйде отырып түсіріп отырмын. Ары қарай жалғасын бірге барлығымыз бірге көрейік. Жеміс жидек алуға келдім мамама. Мына жерде бұрын отырған үйіміз жаққа келдім. Сол ауданға осы жердің несі ұнайды маған. Баккалы. Қандай күшті. Мендерімде жыл 12 ай осылай жеміс жидек табуға болады. Жеміс жидегімді алдым. Ерса енді қазір енем үйіне барам. Енемнің бір маған ұнайтын жақсы қасиеті, мысалға мен содан көп нәрсе үйрендім да. Соның бірі мысалға біздің үйге өзінің баласының үйіне келгеннің өзінде нем құр қол келмейді. Мысалға жай фильм шақыруға келсек те, мысалға чипсымен өзінің сусындарын, анамналарын барлығын қосып ала келеді. Неге келсек те, таңғы асқа шақырсақ та сондай, жаңағыдай ыстық бәліштерін, анамналарын алып келеді деген сияқты. Жаңағыдай бұрын фильмдерде білетін едік қой, көретін едік қой. Мысалға қонаққа шақырасын, өзінің келген қонақтар әркім өзінің жаңағы жейтін тамағын ала келеді дегендей үйіне. Мен енем дәл сондай. Сондай қайда барса да сондай. Тіпті жаңағыдай өзіміздің осындай ұлының келінінің үйіне келген кезде де осылай нем құрғылым келмейді. Содан көп нәрсе үйрендім өзімде. Енді ол да бір не ғой, жаңағыдай көңіл, ол да бір не қуанту деген сияқты. Білмеймін, енді сондай бір жақсы қасиеті бар. Кеттік. Достар, баршаңызға сәлем. Біз үйдеміз. Қазір анемнің, мамамыздың сандығын ақтаратын боламыз. Мінекей көненің көзі. Мінекей. Қазір ішінде мен де білмеймін, сіздермен бірге көретін боламыз. Осы ішінде не бар, не жоғын бірге дайындаған, жинаған жасаулары. Мынау не? Күшті ғой? Көріңізші, көрейік та. Мынау не ғой? Қытайдың несі тұр ғой? Ол Қытайдан келген ба? Қытайдан келген. Қытайдан келген. Қытайдың несі бар, өрнектері бар, қызыл несімен. Бұны Қытайға кім барып келген? Бұны біреу алып келді ма? О жақтан жоқ. Бабасы барып келген. Менің атам, қайнатам Қытайдағы Шыңжаң, со жақта қазақтары бар, о жақта да туыстары бар. Со жаққа барған кезінде алып келген екен. Содан сола туыстарын берген екен. О жақта туыстарды әлі білесіз ба, есіңізде ма? О жақта туыстарыны. Менің мамам, аннем, яғни енемнің әжесі дейсің бе? Annesi дейсің. Сіздің енеңіздің ба? Мынаны İsveç'ten İsveç'ten Leyla'ға hediye. Швейцариядан енесі берген екен. Енемнің енесі берген екен. В общем, мына қараңыздар, мына бәрін қолмен өзім тіктім андағын. Мамам несін ба? Үстіндегілерін өзім тіктім. Анаусын бәрі қол еңбегі, мынаның бәрін мамамыз өзі, тастардың бәрін өзі тіккен екен. Осылай жерлерін бәрін. Осылай ойна жерде көретін нәрсе көп, тез не қылмасақ дей ма? Мынау мынандайды. Осындай бұрын ауылда да менің мамамның сандығын өйстіп қарайтын едім, жылына бір рет үйді ақтаған кезде. Сөйтіп ішіне не бар деп. Қыздардың жатағын önüne қоятын аты не дейді? Төсектің үстіне ма? Төсектің önüne жауып қоятын. Төсектің үстін жауып қоятын, е? Үстін емес, önüne жаятын. Алдын жауып қоятын. Алдын жауып қоятын. Төсектің алдын жауып қояды дейді. Үйленген қыздардың төсегінің алдын жауып қояттар, я сол. Жататын төсегінің ба? Жерде ілетін бірдеңесі бар ғой? Сол işte илек андағының төсектің алдына былай деп перде ұқсатып. Шымылдық емес па? Шымылдық. Мына қараңыздар. Мынандай бәсе екен, мен не деп қоям? Мынандай шымылдық екен, мынандай шымылдық. Шымылдық бізде ақ болады ғой, осындай да түстер болады екен, е? Жасылдан үшіне жерме. Қажыдан келген мата, е? Мата, сол матаны үстіп шымылдықтың алдына шымылдық. Сол қажыдан келгенде осындай менде өрнегі, бұның кейін. Осындай. Өзі сондай өрнегі, е? Қазақша.
Илік барған қаждары осындай әкелетіндер. Содан неғыласыздар, содан шымылдық тіккесіздер, иә? Мынау да үстіне қарай былай деп қояды, иә. Шымылдықтың үстіндегі несі? Шымылдықтың үстіне қояды. Мынаның бәрі өрнегіне шейін қазақша ұқсайды екен. Шымылдық. Мына жерлердің бәрі, бұл да шымылдық. Төсектің үстіне жауатып. Мына экраннан менің микрофонның несі көрініп қалып жатыр, сосын осылай түсірейін. Так, нелер бар екен? Мына күшті екен мына. Түс киіздің ортасындағы болатынды. Түс киіздің ортасында болатын. Андай соны кейін тігілмеген түр екен ол. Өте әдемі, қолдан. Қолмен тігілген. Қолмен тігілген барлық қолөнер. Қараңыздар. Ой, киізден көпшік. Киіз кәдімгі көпшік дейді. Көпшік мыналар. Мыналар көпшік. Мынау сандық енді. Сандық. Осылай ғып, бұрын әжелерім сақтайтын, мамам сақтайтын өйстіп. Қазір сіздерде де бар ма осылай сандыққа сақтап жүргендеріңіз? Төсектің үстіне жауатығын. Мына өзім тіккен. Мына шейге исмик бар я. Исмикке барып жүріп, сонда бізге тігесіңдер деп көрсеткен. Тек көрпенің жатақтың үстіне жауатығын. Төсек жапқыш, е? Төсек жапқыш. Мыналардың барлығын өзі тіккен екен. Исмек деген Стамбулда сондай әкімшіліктің осындай нелері бар. Сондай бір курстары бар, сол жерде сондай әртүрлі нелер үйретеді. Содан анау не? Мынау үкі. Үкі? О, бізде де сондай үкі болады еді бұрын осындай. Табымызда үкі бар екен біздің. Иә. Соның үшін үкіге қиын сайғы көрсетеді. Иә, үкінің жиыны бізден қазақ үшін киелі ғой, үкі деген. Үкін тез сақтап қойыпты. Бізде де қыз балаға үкі береді. Мынау сырмақ. О, вообще керемет екен. Ой, күшті. Көзінің жауын алып тұр. Әдемі. Керемет. Мынау түс киіз. Түс киіз. Осында бәрі қазір сақталған жоқ. Осында көненің көз болып қалды ғой. Мынау түс киіз. Етегі осылай болып тұрады, осындай. Мұндай. Қызларға беретін түс киіз бар ғой, сол. Түс киіздерін. Мынау шеге қоятқым не? Қабырғаға. Аналардың барлығы қолдан тастармен бәрі. Оның екі жағына Құстар, тауыз құстары. Тауыз құстары. Екі жағынға үйде сән не қылғанға. Бәрін қараңыздаршы. Бәрі қолмен ойылып жасалған. Кеңсе. О, мына сандықтың түбінде. Төсектің үстіне жабатының мына жастығы. Бұлардың бәрі қолмен тігілген. Мынау істеген әкелес. Исмикке барып жүріп өзің тіккен. Өзіңіз тікесіз. Сондай курсқа барып, мамамыз сол жақтан үйреніп, өзі тіккен екен. Төсектің үстіне жабатығын. Мынау өзім тіктім. Дастархан ба? Масаның үстіне. Дастархан. Маса өртісі дастархан. Дастархан. Өйткені мамамыз маған да берген болатын. Осы жақта дастарханды осылай қолдан тігеді, осындай. Өткенде тойларында көрдіңіздер ғой, одноразовый дастархандар бар, ал одан кейін үйге негізі осындай дастархандар жаяды былай. Оның барлығын осылай оюлап, нақышпен осылай маған да берген. Өйстіп қолдан тігеді осының бәрін. Бәріне нақышпен салып. Төсектің жар-жағы. Төсектің, төсек жапқыштар. Барлығы қолдан тігілген әжелердің бәрі. Орамал. Оның да нелері, өрнектерімен. Ана кимешектерде болатындарға ұқсайды екен, ана нелері. Жайнамаз. Жайнамаз.
Қажыдан егін жайнама сақтап қойды. Болмаса өтсіз атынан. Бұл да дастархан екен. Бұл жақтың қазақтарында байқағам, сонда дастарханды қолдан тігеді. Анты соны. Неге қараңыздар. Кәдімгі матаға осыны жиегіне мата нақышпен оюлап осындай дастархан тігеді. Ол жақтың қазақтарында мен байқадым бар екен. Менде де берген. Мынау кәдімгі Түркиядағы Сұлтан Ахмет мешіті бейнеленген кілем. Әлі бітетін түрі жоқ. Сандықтың әлі жартысына келген жоқпыз. Нелер бар. Мынау бір arkadaşlar Maraş işi. Maraş'tan gelген. Қахраман Мараш деген жерден келген екен. Қахраман Мараш білесіздер, сіздер былтыр 11 иде именно сол Қахраман Мараш жақта үлкен жер сілкінісі болған еді. Сол орталық эпицентрі Қахраман Мараш. Сол жақтан келген не екен. Өзің өртіп жүретін өрті. Бұл орамал. Орамал. Орамал екен. Мынау жайнамаз. Өзіңіз тікесіз бе? Жайнамаз. Мұндай несі бар, қараңыздар. Теспек осы ішіне қой. Теспекті қояды. Ананың ішіне теспек қояды, ананың ішіне. Мына жерде мұндай несі бар. Шыттарды қояды. Мынаған да жайнамазды қояды. Қараңыздар. Набор қып, комплект қып жасаған екен. Ішіне екен. Мынандай не қып. Ішіне де салатыны бар. Осындай қып. Мынау өртінің жүйесі. Жастықтары. Себеті ешкім қазір тықпейді ғой, бұндай жасауды да айдың сатып алады. Мыналардың бәрі нағыз көненің көзі нағыз. Енді мынау да арнақ қылған шыттар, тюлбентлер. Орамалдар, Орамалдар ылғи. Мынау Түркияда осының барлығын қолмен тігеді осы жақта әйелдер. Осылардың барлығын сіздер біз неден Қазақстанда өте танымал ғой, береван орамалдар деп сіздер алып тағып жүресіздер. Жас келіндер, мамашалар деген сияқты. Міне осылардың бәрін түрік ханымдары, осы жақтың қазақтары бәрін қолмен тігетін алардың бәрін өрет қолмен өрет неке наларын қараңыздар неке. Бұл қол өнерін бағалайтын адамдар үшін үлкен жұмыс неке. Бұның барлығы осындай міне қол өнері бұлардың барлығы. Жиегінің барлығына осылай. Жалпы осы жақта Түркияда осындай нелер әлі де бар. Жаңағыдай қыздар мысалға күйге шықпай жатып, ауылдық жерде әлден кейбір мен өзімнің түрік құрбыларым да өзінің жасауынан үйге барған кезде өйстіп жасауынан сандығынан алып берген болатын. Маған да сыйретінде мамалары өрген, өздері жасаған. Айтпақшы, мынау орамал. Мынандай орамал мен байқағаным, Түркияның қазақтары келін болып түскен кезде кәдімгідей андай ақ орамал емес, осындай не дейтін еді сені? Салы? Салы жамылып. Именно осындай тор орамалды тағат неге жас келінге. Маған да басыма осындай орамал таққан болатын. Неге именно жас келіндерге, жаңа түскен келінге Түркияның қазақтары кәдімгі мынандай орамал емес, ақ орамал емес, мынандай тор, шілтер дейді ме? Шілтер дейді ол қазақша. Шілтер орамалдан. Сондай шілтерден, орамалдардан осы жас келіндерге тағады. Бізде үлкен кісілер тағады ғой, бұл жақта жас келіндерге тағады. Сосын мысалға мен де сөйде бір апта өстіп орамал тағып жүрдім 10 күндей. Сосын арнайы салттары бар Түркияның қазақтарында. Бәрі жақындары жиналып, сосын жас келін шай береді. Одан кейін барып сүт құйып, сүт құйып, неге сүт құятын еді? Ұмытқап мен. Сүт құйып, үстінен алады. Басына жалпылған шымылдақта шөйлер. Сүтті тамызатын беді, мен ұмытқап маған сала несі екен? Басынан аша былай сүтті тамыздырып, мына салыны алады, чыттартады. Салыны алып, Сосын одан кейін кәдімгі басқа орамал тағады. Оған
Иә. Салы işte. Бұны салы деп айтады Bir günde екен. біреу шақырғанда, тамаққа шақырғанда bir gün біреу жауап барады. Жас келіндерді шақырады ғой енді, әркім үй көрсетуге шақырады. Сонда осы жақтың Түркиядағы қазақтардың келіндері әр үйге осындай орамал тағып барады. Мен де солай тағып барғанмын. Сосын барып 10 күннен кейін барып ең жақын ет жақындары жиналып, әйелдер сосын жас келін шай береді. Сосын жаңағы басына сүт тамызып, ырым жасап, сосын осы орамалды алады. Сондай церемониясы бар осындай. Сосын барып кәдімгі орамал тағады. Мекеналардың бәрі кәдімгі. Қайнаның сен іздеп жүрген салы şey var ya, басқа тағады. Кимешек. Кимешек чылау үшін бар екен тауып. Мынау біздің үлкен енеміздің. Киіп, сонына тағады. Мынау 100 жылдық. 100 жылдық? 100 жылдық. Сағана 100 жылдық кимешек, қараңыздар. Кимешек осы жақтың Түркия қазақтарын сақталған. Енеден енеге кимешек. Мынаны біздің енеміз берген, 40 қойып жүрді. Мынаны осы қойды жайып келе жатады екендер, таудан асып кетіп бара жатқанда, қойда жүрмей қойғандан берші. Мынаны қойда жүріп келе жатқанда, ана жерден жүрмей қойса, жыртылып көрдің бе? Уже ескі. 100 жылдық, бір ғасырлық. Мынаны судың басына ұстап айдағанда, әйге кетіп бара жатқан қойдар дүркіреп, шықпай кетіп бара жатқан қойдар, осы бұлай саллағанда, әй қойдар бірақ жүріп кетеді екен. Мұны тағып көрейік біраздан кейін. 100 жылдық несін? Мен кейін бір сіздерге көрсетермін тағып. 100 жылдық нәрселер, мұның бәрі қыздарға беретін нәрселер işte. Мынадар тұтқыш. Тұтқыштар, иә, бұны мамамыз да маған берген болатын. Үйде осындай бірнеше тұтқыштар бар, әлі қолданып жүрмін. Кәдімгі қазан ұстаған кезде болмаса астына ыстық шайнекті үстіне қойғанға осылай қолдан барлығын мамамыз өзі тіккен. Жапониядан келген сабақлық дейді. Көйлек. Кім? Керім әкелді ма? Керім әкелді. Менің жолдасым Жапонияға жұмыс сапарымен барған кезде алып келген екен кезінде. Және ұқсаған. Неше түрлі нәрселер бар екен. Мынағы да қалың дуалға қалың кілем. Мынан бәрі тұтқыш. Мыналардың барлығы тұтқыштар. Неке маған да берген болатын бұларды. Неке бәрін қарасаңдар. Қалай тіккен. Бәрін кестелеп. Чаршық. Жастық. Жастықтың ісін бұны да Қызға беретін. Жастықтың басы, жастық. Жастықтың несі. Қараңдар барлығын. Бәрі қолмен тіккен нәрселер. Қол өнері. Қолдан тігілген. Бұларды қазір шаммен іздеп таппаймыз ғой, бұлардың барлығын көрмеген. Дастархандар бұлардың барлығы. Бұлар да қолмен жасалған дастархандар. Бұлар да жайнамаздар. Жайнамаздар, шинап. Жәнеген сон. Оның бәрі тақымның жастықтары. Набордың жастықтары дейді. Тоғадардың астына қоятұғын. Бұл жақтың Түркияның қазақтары кастрюль қазанды тоға деп айтады, кастрюльдерді. Кастрюльдің қазақшасын біз білмейді екенбіз. Осы жаққа келіп білдім. Неке соның астына қойғанға, неке тоғаның тоға деп айтады. Чаршап. Чаршап дегенде жаңағы не ол? Төсек жапқыш, төсек жабын орындары. Маса үртісі. Дастархан бұлардың барлығы. Мынау да дастархан, мынау да. Бәрі дастархан. Некеңіз. Бәрі. Ішіндегі де печетесі. Қараңыздар қандай керемет. Қазір бұлар да қазір трендте жаңадан ескі нелердің бәрі. Өзіміздің әнеміздің тіккен әне. Сіздің мамаңыздың, е? Біздің мамамыздың тіккен. Анаңыздың тіккен. О заманда сулық болады. Ескіден печете жоқ. Сонда сулық қылып, кісілерге тамақ бергенде арқасынан қолын жуып жеп. Сонда мен қолдары сүртеді. Сулық. Енемнің анасы тіккен сулық.
Осы мас өртісі. Енді бұдар лейін алып алмаймын. Жинап қойдым ғой заманында бәрін. Осы жайнамаздан бір сүрі бар екен. Жайнамаз. Жалпы Түркия қазақтарына байқағаным, жайнамаз өте маңызды. Бұл жақта тойға да жайнамаз. Анауда киізден жасалған осындай бұрын сумкам болатын. Осы жақта тойға барса да не береді? Жайнамаз береді. Біреудің үйіне барса да жайнамаз береді. Жалпы кинолардың барлығы келе жарақ. Қазақша менің мамамның тіккендері ақыры. Енеміздің анасы тіккен. Арнап бергенді. Неше жылдық нелер дейсің? Қара жылдық өнімдер. Қалай сүйіп кеткен маңар дүниенің заты әлі бар ма? Әлі көп. Ой, бар. Әлі бар. Саған. Мынаны мен әге ісмікке барып жүргенде. Курсқа барып үйреніп, сол кезде тіккен. Бұл да дастархан. Бұл дастарханды да осындай ғып, ою ғып, барлығына осындай ғып. Дастархан, печеті, мынада дастархан. Салфеткалары. Бәрі қол сүртетін печеті. Сол кездегі салфеткалар, сулықтар яғни. Сулықтар. Havlular var. Барлығын. Сүлгілер, орамалдар. Mutfakka koyatlar ya, kollarını sürtüp. Асханаға сулықтар олардың бар, орамалдар. İnşallah kızıma kollarında kullanmanı nasip etsin. Nasip olsun. Bunda su. Havlu. Caynamaz. Japonya'dan alıp gelgendi. Kilerim. Şeyin içine koyalım. Süs. Қалай нәрсе деп? Кәдімгі сувенир ғой, жолдасым. Жапонияға барған кезде алып келген осындай. Солардың барлығын қойып қойыпты. Өзі бір değişik bir нәрсе. Ой, қандай керемет. Жапондардың. Лейлам чейізіне қоямды қойып қойғым. Қайын сіңілімнің жасауына деп ниеттеніп, анамыз осылай сандықтың бәрін жинап толтыра берген ғой. Барлық аналар сондай ғой бәрі. Қыз өсірген бүкіл аналардың барлығы осылай. Қызына. Патиктері. Мыналардың бәрі қолдан жасалған осындай нелер. Мына Түркияның қазақтарында да, Түркияда түрк қыздарында да осындайлар өте көп жасауларының менің түрк құрбыларымда үйлеріне барған кезде жасауларынан осылай берген еді маған да. Мамда Жапониядан алып келгенді. Оны Лейлаға қойып қойған. Анамыз бәрін ниеттеніп осылай. Ниеттеніп қойып қойған нәрселер мыналардың бәрі. Міне Жапон күйеу бала шықпасын енді. Алла сақтасын. Жапондардан жинап қойыпсыз Жапониядан. Жапониядан ел салып қойыпсыз біраз. Жапон күйеу бала болып жүрмесін. Күйеу бала күлдің астындан дейді. Қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ. Кім білет? Мен де Түркияға келін болам деп үш ұйықтасам ойламағам. Ой, қандай әдем мынау. Кереметнай. Duvarga бұлай ilip koyup içine kaleşlerin zamanda sütüp ilip koyuyordu eken. Kaloşlarını, ayak kiyimleri? Ayak kiyimlerini koyup koyar. Сол кезде. Ayak kiyimleri солай ilip koya salıp koyar eken sütüp eskide Türkiye kasıklarında. Onların bәріне kasıklar koyar onun жерlerine. Саған мұндай, налардың бәрін саға біз көненің көзі ғой, қараңыздар. Осылай неге іліп қояды екен, қабырғаға қасық, мысалы ешқандай жерде көрмейміз ғой олардың бәрі. Нағыз мынаны ашып кәдімгідей музей, мұражай ашуға болады ғой. Дайын, еш жерде көрмейтін өнімдер. Нағыз қазына. Мынау да дастархан. Мынау Жапониядан алып келген ағасы Лейлаға алып келген. Жапонияның şeysi. Кимоно ма бар екен? Ой, қандай әдемі.
Мәссаған. Кимон осы. Түсі де өте әдемі екен. Ой, керемет. Керемет, бәрі керемет. Енді Мыналардың барлығына бар да нелер екен, түбіне қойған. өзінің ескіп кеткен нәрсе астына қойып қойған. Астына қойып қойған. Мына Лейла ilk okulda оқып жүргенде қыздардың арадарында өздері печетті топтайды да. Сол печетеден мыналар ылғи чешет печетті әтеге қойып қойдым ырымдап. Сондай бар ма? Evet. Kızlar oturған yerде bir-бірлеріне қағаз печетте береді ya. Hepsini бәрінен bir tane алған çeşit. Мектепте оқып жүрген кезде жинаған. Ойбай, өйстіп біздің мамамыз осындай бірдеңелерін жинап қойды ма екен? Қағаздарын бәрін мектепте оқыған қызының нелерін бәрін сақтап қойыпты. Мамамыз 70-ке келсе де қараңыздаршы. Біздің мамамыз өйстіп осындай нелерімізді сақтап қойды ма десеңізші, мен өзімнің қызымдікін де сақтамайын бұлай. Қараңыздар. Оқуға барғанда қыздар бір-бірлеріне o zaman мынадар табылмайтын нәрсе ya. Тек-тектен herkes бір-біріне беріп үстіп чешет. Соның бәрін сақтап қойып дейсіз. Сақтап қойдым мен әтеге. Қандай кері естелік. Çeyizine koyam әлі мынаны бәрін. Қандай күшті. Әдемі. Тағы бар міне. Жапонның. Әдемі. Осындай ел көретін, жел көретін, осындай күйеу бала бұйырсын енді. Әлем аралаған. Амин, иншалла. Жетпеуіш бүкіл Жапониядан келгендердің бәрін тықып қойыпсыз ғой сіз. Үйде бір салысы тағы. Салы дейді. Бұл салы деген қазақша ма? Қазақша салы я. Қазақша салы дейді, мен білмейді екенмін. Мен түркше сөз ба деп ойладым да, сонымен қазақшасы е, салы деген қазақша сөз. Қазақта салы, қазақта. Түркия қазақтардың. Түркияда шал дейді, қазақтар салы дейді. Салы дейді екен. Бізде осындай сөз естігендеріңіз бар ма? Әр аймақтың несі әртүрлі ғой, қолдану диалектісі әртүрлі. Мен мысалы салы деген сөзді бірінші рет естіп тұрмын. Мынау şey. Осыны кім бербеді я біреу бір қызыңа қойып қой деп бергенде арынып күміс па мен осыны мен үстіп мынау бір şeyisi ана жерде табағы бар табағыменен набор мынаны былай деп мамамыздың бұдан да басқа да толып атқан ыдыс-аяқ барлығы бар. Олардың бәрі біз ыдыс-аяқтың бәрі жатыр әлі. Сол мен айтып отырмын, біз тек сандықты ақтарайық деп отырмын. Сандықты көргім келді. Өте керемет заттар бар. Қараңыздар, мынаның өзін мамамыз жай астын салып қойған. Өте керемет көрпеше нелерге. Ол өзімізге ескіріп қалды, ол ескіреді. Бәрін қараңыздар, қалай, бәрін қолмен жасаған осындай. Осы енді қара. Ой, рахмет, көп. Көбі анжақта жатыр, олардың бәрі ашылмайды. Рахмет, қаншама қазына, мыналардың бәрі ішінде 100 жылдық кимешектер де бар, анаңыздың қолынан шыққан дүниелер де бар. Бұлардың бәрі үлкен естелік. Бұлардың бәрі бір ненің аймақтың біздің тарих қой, бұлардың бәрі бір бөлігі. Тарих. Бұлардың бәрі мысалға еш жерден қазір таппайсыз бұндай нәрселерді. Бұлардың барлығы біздің осы қазақтың көнеден келе жатқан дүниелерін бәрін жалғастырып, осындай сақтап, қазір күнге жеткізіп отырған анамызға мың алғыс, рахмет, көп. Ниетіңізге жетіңіз. Көп рахмет. Енді кимешекті. Қазақтың бәрінің жосыны, қазақтың баладарына, қыздарына жасау деп береді. Осы жасаударымызды бірден қоя берген ғой kenara. Насип болып evlenетін заманға шейін үстіп жинайықтары. Öyle кейін тағы да үстіне тағы қояттар. Бұда гене түктен. Сіздің өзіңіздің жасауыңызда да осындай нәрселер болды ма? Барлығын 60 жыл önce бәрі бітті қойған. Қазір нешедесіз жасыңыз? Қазір 70-ке 70-ке келіп қалдыңыз. Осы мендегі оқырмандардың бәрі, мысалы мен бөлінушілік емес, бірақ көбісі сұрайды, ру қандай деп, сұраңызшы деп жатады. Сіздің руыңыз қандай? Ру.
Бегенбайдың отындан біз бізге не дейді қалдым Керейдің ішінде Бегендің ішінде осы кішкене осы есағасы онdan бәрі бір şey болады яғни ұрық. Сіз есағасыз иә Керейдің ішіндегі? Керейдің ішінде есағасы бар. Соны сұрап жатырмын соны. Керейдің ішінде есағасы руынан анамыз. Осы ғой енді қарағым енді. Алла осылардың бәрін бұйыртып бір ұстаса. Бұйыртсын, бақасы. Ташмиқтары. Не бұл? Ташмиқ мұның ішіндегі. Таспиқ. Ташмиқ. Ташмиқ дейді екен, біз таспиқ. Осының бәрін. Дінімін, салтын, дәстүрін бәрін бірге жалғастырып, бәрін сақтап келе жатқан. Кимешекті киіп көргім келіп тұр мен. Кимешекті киіп көргім келіп тұр деймін. Осылай, мен киіп көрейін. Тағы бар ма? Кофе ішетін набор. Менде де дәл осындай бар. Үйде де өзімде де алып қойғанмын. Түрік кофесін ішетін набор. Өте керемет. Қараңыздар бұларда. Рахмет, көп-көп. Достар, менің үстімдегі мына кимешек, бір ғасыр көненің көзін көрген, бір ғасырлық 100 жылдық тарихы бар осындай кимешек. Менің енемнің енесінің енесі таққан содан қалған осындай кимешек екен. Енеден келінге өткен келін. Қазір мен киіп тұрмын. Осындай 100 жылдық, бір ғасырлық кимешекті кию нәсіп болған екен. Алтай қазақтарының кимешек кию үлгісі. Өте керемет. Достар, видеоның соңына келдік осындай. Осымен бәрі тамам. 100 ғасырлық кимешектерге біздің қазақтың ертеден келе жатқан, біз біле бермейтін дәстүрлермен, қолөнермен таныс болдыңыздар. Мен де бірінші рет қарадым сіздермен бірге. Осылай видеоның соңына шейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Пікір жазып, ой пікірлеріңізді жазып, осы видеомен бөлісе отырыңыздар. Сіздерді жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше.